Түркістан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты Әбдісалан Нұрмаханов атындағы Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған. Мұнда негізінен Кентау қаласы мен Түркістан қаласына жақын орналасқан ауылдық елді мекен балалар жаттығады. Бүгінгі таңда 1300-ден астам спорттағы жастарды жаттықтырып келе жатқан мекеме үшін 2021 жылдың мамыр айында жаңа ғимарат құрылысы басталған еді. Яғни спорт кешенінің реконструкциялау және 320 орындық қосымша ғимарат салу жобасына тапсырыс беруші Түркістан облыстық құрылыс басқармасы болса, нысанның сметалық құны бастапқыда 2,9 миллиард теңгені құраған. Ал құрылыстың бас мердігері Стройсервис жеті жауапкершілігі серіктестігі болып табылады. Өз қарқынымен жүріп жатыр құрылыс, өз орнымен. Қазір основной корпус үстіндегі кровельный материалдарды, перноларды орнатып, үстін жабу, ең бірінші қалған жұмыстар жалғасуда. Сыртын қаптау, терезелерін орнату, витраждарды, сосын ішіндегі отделочный инженерный сети, сыртындағы инженерный сеттерді жақындатып қойдық, жалғастырып. Бәрі өз қарқынымен жүріп жатыр. Құрылыс жағынан айтатын болсақ, архитектурный решение жағынан 50%-дан асып кетті. Жалпы алаңы 7200 шаршы метрден асатын спорт ғимараты Олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановтың есімімен аталатын кешен орнына салынуда. Яғни бұрынғы спорт кешені бұзылып, 1,8 гектарды құрайтын аумақта құрылыс жұмыстарының жүріп жатқандығына бүгінде 3 жылдан асқан. Ал аталмыш негізгі ғимараттың аяқталып қолданысқа тапсырылуын Әбдісалан Нұрмаханов атындағы мекеме спортшылары тағатсыздана тосып жүр. Себебі олар қазіргі таңда Түркістан қаласындағы бірқатар мектептің спорт залдарында жаттығуға мәжбүр. Сондықтан заман талабына сай барлық қажеттіліктермен қамтылған жаңа ғимараттың тезірек пайдалануға берілуі спортшылар үшін аса қажет. Бұл ретте спорт нысанының құрылысына жауаптылар маңызды ғимараттың 2024 жылдың басында қолданысқа берілетіндігін айтады. Тапсыру мерзімі қашан деп жоспарланып отыр енді? Мерзімі ендігі жылдың басы көктем. Бұл жерде тағы да қосымша мәселелер шығып жатыр. Өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол өзгерістер кішкене уақытты кедергі қылады, тоқтатып. Сапа жағынан өзіміз қарап тексеріп отырмыз. Өз орнында. 20-ден аса адам істеп отыр. Бұлар әр жүйеден бір жерде тұрған адам емес, енді субподрядный организациялар әрқайсысы өз жұмысын атқарып, бөлімше болып звенья болып бөлінеді ғой. Әртүрлі залдар, основной игровой зал мысалы үлкен ортасында. Сосын қосымша тренировочный залдар, тренажерный зал, плавательный бассейн, раздевалкалар, душевойлар. Қазір енді кестеге сай келатсыздар ма, әлде кестеден бір қалыс болып жатқан жайы бар ма? Былай қарасаңыз, жалпы қалыс жоқ, кейбір жерлердің, кейбір разделдердің кішкене қалыс бар. Ол да өзгерістерге байланысты. Материал основной казахстанское содержание дейді ғой. Өзіміздің еліміздің материал, кейбір табылмайтын материалды келеді. Спорт жанашыры әрі Түркістан қалалық мәслихатының депутаты Дәурен Тәңірбергенов басшылық жасайтын Әбдісалан Нұрмаханов спорт мектебінің жетістіктері де аз емес. Спорт ғимаратының тапшылығына қарамастан мектеп басшылығы мен жаттықтырушылардың еселі еңбектері нәтижесінде спортшы жастар байрақты бәсекелерде өңір мерейін асқақтатып, жүлделі орындарды еншілеп келеді. Айталық, ағымдағы жылдың 7 айында спорт мектебінің өрендері халықаралық турнирлерде жалпы саны 31 жүлделі орындарға ие болса, оның ішінде 8 спортшы бірінші орыннан көрінген. Бұдан өзге Азия чемпионаттары мен кубоктарында 13 жүлде, Қазақстан Республикасының чемпионаттары мен кубоктарында 142, облыс чемпионаттарында 82 жүлделі орындарға қол жеткізген. Бұл туралы Әбдісалан Нұрмаханов атындағы Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі директорының орынбасары Жандос Керімбеков мәлім етті. Түркістан облысы құрылмас бұрын, оңтүстік Қазақстан облысы кезіндегі Түркістан қаласындағы бірде-бір облыстық үлкен мектептердің бірі. Осы жерден талай спортшылар үлкен жетістіктерге жеткен ең үлкен спорт мектебі болып саналады. Атақты спортшылар шыққан осы мектептен. Осы бұрынғы бұзылған ғимаратымыздан шыққан жалпы осы кезінде 2000 жылы Бекзат Саттарханов Олимпиада чемпионы болғаннан кейін осы ғимаратқа атау берген 2022 жылдан бастап осы ғимараттар Бекзат Саттархановтен пайдалануға берілді. Енді ол кезде ғимарат сондай кәсіпкерлердің арқасында салынды. Осы күнге дейін пайдаланып келді.
тозығы жетті. Қыста жылыту қиын болды, суық болды спортшылар үшін. Жазда ыстық болды, салқындату қиын болды. Енді темір құрылыс болғаннан кейін металлоконструкция дейміз ғой. Соның салдарынан сондай қиындықтар туғызды. Ғимаратты 2020 жылы құрылыс басқармасының тапсырысымен ғимарат бұзылып, қайта құрылыс жұмыстарын жүргізу барысы басталды. Енді 2020-да бұзылғаннан бері әлі күнге дейін құрылысы толыққанды аяқталған жоқ. Себебі енді ол құрылыс басқармасы облыс әкімдігінің тарапынан шешілетін мәселе. Енді қазіргі таңда енді бұл ғимаратымыз бітсе, біздің спортшыларымыз қазір әр жерде, әр спорт мектептерінің залдарында жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Егер осы ғимаратымыз бітіп жатса, біздің де спортшыларымыздың ары қарай тыңғылықты дайындалуына, әлем олимпиада чемпиондарын әрі қарай дайындауға да үлкен мүмкіндік болады. Бұл жерде енді жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес 3 залы бар. Негізгі күрес, таеквондо, бокс залдары бар. Үлкен 320 орынға арналған жарыс өткізетін зал бар. Және тренажерлық залдары бар. Қосымша жаңағы сыртта футбольный полялары бар. Барлығы қамтылған негізі. Егер бұл құрылыс жұмысы аяқталса, қаламыздың көркіне де әдемі көрінетін еді. Спортшылар тағатсыздана күтіп жатыр. Әрине, ол қанша дегенмен мектептің залдарында жағдайлар болмайды. Ол жерде мектептің дене шынықтыру сабақтары өтеді, сонымен уақыттары сәйкес келмей жатады. Сол жағынан да қиындықтар туғызып жатыр. Жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатқан балаларымызға енді былайша айтқанда қалып қалып жатыр жаттығулары. Сол жаттығудан қалғасын ары қарай бұл жарыста да нәтиже көрсету қиындықтар туғызып жатыр. Сол үшін енді бізге бұл кімнің тарапынан болса да ғимараттың ерте аяқталғаны әрине дұрыс. Спорт мектебінде қазір таңда спорттың бірнеше түрі бойынша жас өрендер тұрақты түрде жаттығып келеді. Ал білікті бапкерлер жас спортшыларды шыңдауда аянбай еңбек етуде. Атап айтсақ, ауыл балалары мұнда бокс, дзюдо, таеквондо, еркін күрес, грек-рим, қазақ күрестері, сонымен бірге самбомен айналысады. Ал мектепте тәжірибелі жаттықтырушылар жұмыс жасаса, мекемеде жалпы саны 1,5 мыңға жуық спортшы жаттығады. Осылай деген мектеп ұжымы ендігі жерде олимпиада шыңын бағындыратын спортшылар тәрбиелеп шығару басты мақсатымыз деп санайды. Осы уақытқа дейін Бекзат Саттархановтың халықаралық бокстан жастар арасындағы турнир осы зданиямызда, ғимаратымызда өтіп келген. Енді қазір осы бұзылғалы бері жаңадан салынған Олимпик центр жеке кәсіпкерлердің ғимаратында өткізіп жүрік. Дегенмен де өзіміздің ғимаратта өткізген, ол былайша айтқанда қаржы жағынан да үнемді. Спортшыларымыздан жаттықтырушыларымызды тыңғылықты еңбек етіп, сол жылдардай жетістіктерге жетіп жатыр. Дегенмен де біздің Абдсалам Нұрмаханов мектебі әлде де алдыңғы қатарлы орындарда тұр жетістіктері бойынша. Енді 2022 жылын айта кететін болсақ, облыс чемпионаттарынан 84 медаль алдық. Қазақстан чемпионаттарынан 167 медаль, Азия чемпионатынан 17 медаль, әлем чемпионаттарынан 33 медаль, республикалық турнирлерден 17 медаль, халықаралық турнирден 34 медаль, жалпы 352 медальға қол жеткіздік. 1300-ден астам спортшы Абдсалам Нұрмаханов мектебінде жаттығады. 18 спорт түрінен 80-нен астам жаттықтырушымыз жұмыс жасайды. Келесі жылы 2024 жылы Париж олимпиадасына мектебіміздің 3 спортшысы барады деген үміттеміз. Дзюдо түрінен, таеквондо түрінен, сосын әйелдер күресінен спортшылардың қарқыны жақсы. Спорттағы жетістігі мол ұжым үшін ендігі жерде жаңа ғимараттың уақытылы қолданысқа тапсырылуы маңызды. Себебі еліміздің көк байрағын әлемдік додаларда желбіретіп жүрген спортшылар үшін жаңа ғимараттың берілуі тағы да үлкен жетістіктерге жол ашатындығы анық.